Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздерге жаңа оқу жылында сәттілік тілеймін. Бізде бүгін екінші сынып қазақ тілі сабағы, бірінші сабақ. Бірінші жаттығу. Мәтінді тыңда. Сөйлеу ерекше құбылыс. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші, сөйлеу не үшін қажет? Екінші сұрақ, тіл арқылы адамдар не істейді? Сөйлеу не үшін қажет? Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. Тіл арқылы адамдар не істейді? Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Алғашқы екі сөйлемді көшіріп жаз. Ол сөйлемдерде қанша сөз бар? Бірінші сөйлемде сөйлеу ерекше құбылыс. 3 сөз бар. Екінші сөйлем, ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. 9 сөйлем бар. Ереже берілген. Сөйлеу, сұрақ, жауап және әңгімелеуден тұрады. Екінші жаттығу. Суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ, адамдардың қайсысы ауызша, қайсысы жазбаша сөйлеуді қолданып тұр? Бірінші суретте немересі жазбаша сөйлеуді қолданып тұр, атасы ауызша сөйлеуді қолданып тұр. Екінші сұрақ, қарым-қатынас жасау үшін қимыл мен ымның көмегі бар ма? Әрине, қимыл мен ымның көмегі бар. Ол екінші суреттен байқалады. Үшінші сұрақ, жан-жануарлар сөйлей ме? Үшінші суретте, яғни жан-жануарлар сөйлей алмайды, олар тек дыбыс шығарады. Үшінші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз. Бізде керекті сөздер дыбыс, сөйлеу, сөйлей алмайды деген сөздер берілген. Бірінші сөйлемде сөйлеу адамға ғана тән. Жан-жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек дыбыс шығарады. Бізде тағы да ереже берілген. Біздің сөйлеуіміз сөйлемдерден тұрады. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Шығармашылық үзіліс. 4-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Басыңды партаға қойып, көзіңді жұм. Өзіңді аспан әлемінде ұшып жүрмін деп елестет. Көзіңді ашып, не көргеніңді парталасыңа айтып бер. Тәжірибе барысында ойыңды сөйлеу арқылы жеткізгеніңді түсіндің. Аспан әлемі тып-тыныш, ақ көк бұлттар көшіп жүр. Онда қаншама жұлдыздар, аспан денелері бар. Сол жұлдыздар маған сыр шертіп тұрғандай. Барлық жер жап-жарық, керемет, ерекше сезімде болдым. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қоштаспастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сау болыңдар балалар.